Ben советтік билікті ешқашан жақсы көрген емеспін, бірақ мойындадым. Әдебиетте шын мақтанышын жазбайды, ол мінезден туады. Маған жазылған толық айыптарымен толық таныстым, бірақ ешқайсысын да мойындамаймын. Тым болмаса, 2 жылда тымадым. Іштегені толық жарыққа шығарылмай кетіп барамын. 20 ғасыр қазақ халқының тарихында ұлы оқиғалармен есте қалды. Сол оқиғалардың ішінде мың өліп, мың тірілген халқымыздың басынан кешкен 1930-1938 жылдар аралығы ауыр да азап кезең болды. Егеменді ел, тәуелсіз мемлекет жолында өмірін сарп еткен Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхан, Сұлтан Махмұд Торайғыров, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов сынды алаш арыстары сұрқия саясаттың құрбандары болды. Ардақты халқым, қаны бір қазағым, қазірде дүниенің теңселген шағы, тұрмыстың толқыған кезі. Ат басына күн туып, ауыздықпен су ішер, ер басына күн туып етігімен су кешер шақ. Қазірде ер қашып, ел күніреніп, жау жетті дейтін шақ. Сондықтан, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп абай айтқандай. Бостандыққа барар жол, ұлттық ынтымақ қана. Қазақстанды Ресейден бөліп алмақ іс-әрекетіңді мойындайсың ба? Әрине мойындаймын. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құруға әрекеттену қылмыс емес шығар. Қалайша қылмыс емес. Егер Ресейден бөліп кеткен әрбір халық өз алда мемлекет болып бөліп шыға берсек, Ресейден не қалады? Жоқ, бұл тек жаудың әрекеті. Мынаны оқы да қолыңды қой. Өй, мұнда халыққа қарсы әрекет етті деген ғой. Мен бұныңа қол қоя алмаймын. Жә, жетер енді. Мен қазір барып басшыларға баяндайын. Жендетке тапсыру керек. Мен қазір келем. Ағатай, мен сізге қалай көмек жасай аламын? Сіздің қашып өтуіңізге де шамам жетмейді ғой. Билік осылардың қолында. Бізге сенбейтінін білесіз ғой. Жә, сен қуыршақсың ғой қарағым. Мен де бәрін түсінемін. Аға, бос қазақ шиіп қайтесіз. Қолыңызды қойып, мойындай салмайсыз ба? Мен шығамын. Маған қарап артымда халқым тұрған жоқ па? Мен өзімді алдасам да, оларды алдай алмаймын. Сізді Мұстафа Шоқаймен кездескен рас па? Бұл түрменің әңгімесі емес шығар. Қайтесің? Аға, мен де еліме пайдамды тигізгім келеді. Бірақ қалай? Сізге не болған? Неге осыншама қырсықсыз? Қазір анау жаналғыш та келіп қалар. Жолдас капитан айтқаннан қайтар емес. Ендеше, өзі балың өзге. Халқым, елім үшін етегімізді түргілі отырмыз. Баралаш қанында ерлікке шақырып жүген етеміз. Сол елінің шіркін-ай, жыртылған жағасын өтіндеп, құлаған туын көтерсек, баралашқың ұрпағатқа қонса, дүние дүрсілгіне деп айталамын. Жазасын алаш! Жазасын алаш!